Сәлематсыздар ма, құрметті көрермендер? Тұлғалар тағылымы хабарының кезекті санын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз Шоқанның қолжазбалар сыры. Студия қонағы Ғылым ордасы орталық ғылыми кітапхананың меңгерушісі, Қазақ ұлттық университетінің докторанты Сымбат Игілік қызы. Хош келдіңіз, Сымбат ханым. Қош көрдік, Салтанат ханым. Шоқан Уәлихановтың биыл 185 жылдығына орай кітапханадан Шоқанның аманатын арқалап келіп отырсыз. Хаттары, қолжазбалары, шежіресі бар екен. Осылар жөнінде айтыңызшы. Биыл енді ұлы тұлғамыз Шоқан Уәлихановтың туылғанына 185 жылдығын тойлап, барлық тарихшыларымыз болсын, тілшілеріміз болсын, жан-жақты осы Қазақстан көлемінде аталып өтіліп жатыр. Енді біздің орталық ғылыми кітапханасы бұл үлкен мекеме, осы Қазақстан көлеміндегі ең ірі дерекқор сақтаушы орын деп айтсақ та болады. Бұл қолжазбалар, Шоқанның қолжазбалары бізге қалай түсті? Ұлттық ғылым академиясының басшысы болған Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың бастамасымен осы қолжазбаларды әкелу ісі Әлкей Марғұланға тапсырылған болатын. Ол кісі Санкт-Петербургке барып, осы қолжазбаларды жинақтап, 1951 жылы орталық ғылыми кітапханасына фото көшірмесін әкеп толығымен тапсырып, және де тапсырып қана қойған жоқ, ол кісі ары қарай да осы Шоқан шығармашылығының жинақталып, баспа кітап етіп шығаруды жаңағы Қаныш Имантайұлы тапсырып кеткеннен кейін осы міндетті де үлкен бір жүк етіп алғаннан кейін орындап шықты. Бұл қолжазбалар 1951 жылдары біздің кітапханамызға түсті. Содан бері міне қанша жылдың көлемі болады, әлі де сол қалпында сақтап, біздің кітапханашыларымыз сақтап отыр. Бүгін мен сіздерге енді өте құнды, бізде 100-ге жуық осы Шоқанның қолжазбаларын әкелінген болатын. 100-ге жуықтың бәрін бұл жерге әкелу әрине қиынға соққандықтан ең құнды дегендерін, хаттарын, және де өзінің өте тек тұрпақтан шыққан Шыңғыс ханның, Абылай ханның, Кенесары ханның ұрпағы болғаннан кейін өзінің шежіресін, атасының шежіресін жазып кеткеннен кейін соны келіп отырмыз. Және де марапаттаулар, хаттар, құжаттарын, және де бізде ең құнды деп саналатын бұл Шоқанның өзінің хаттары мен құжаттары және шежіресі бүгін сіздерге маңызды болар деген оймен алып келіп отырмын. Тамаша. Ал енді ары қарай таныстырсаңыз мынау. Иә, таныстырып өтетін болсам, енді мынау бұл Санкт-Петербургтың архивінде сақталған құжаттар, барлығында мына 23 фонд деген белгі болады. Содан бүйтіп ашып көрсетіп өтейін. Мына шежіре кітабы өзінің жасап отырған. Мына қараңыз, ата бабаларынан қалай кім қалай тарқаған төте жазумен жазылған. Шоқан Уәлиханов өзі ең алғаш ауыл мектебінен білім алған кезде араб, парсы, шағатай тілін үйренгендіктен осы көп еңбектері төте жазумен. Мына мысалы, мына суретте Абылай ханнан бастап қандай хандар қалай таралған және қай жылдары екенін өзі таратып өз қолымен жазып өткен шежіресі. Ары қарай өзінің почеркімен жазған талдаулары. Одан кейін мына бір біздің папкамызда бұл құжаттары. Мысалы, грамоталары, омбы кадет корпусын оқып жүрген кезіндегі алған грамоталары. Мынау да сол кездері орыс халқының омбы кадет корпусында оқып жүрген кезде бұл кісі көзге түсіп, жаңағы Семенов, Тянь-Шанский, тағы да басқа орыс ғалымдарының көзіне түскеннен кейін осы география қоғамында жұмысқа алынған болатын. Сол жерде жүріп, осы оқу орнында оқып жүргеннен кейін өмірге деген көзқарасы, жаңағы тұлғалық қалыптасуы осы бір кезеңдерде қалыптасты деп ойлаймыз. Және де тек қана омбы кадет корпусы бұл Шоқанды Шоқан еткен жоқ. Әрине, әжесі
Айғанымның үлкен зор үлесі болды деп айтамыз. Себебі Шоқанның кішкентай кезінен бастап жаңағы ауыз әңгімелерді, ертегі жырларды, қозы көрпеш, баян сұлудан бастап алатын біздің бай мұраларымыздың барлығын осы әжесі Айғанымның аузынан естіп, бойына сіңіріп барып, бұл Шоқан одан кейін барып орыс тілін меңгеріп, одан кейін барып ғылымға келді. Содан кейін де өте бойындағы патриоттық сезімі барлығын әжесінің қанына сіңіруімен қалыптасты. Және де енді бұл қалай айтсақ екен, Шоқанды аққан жұлдыз деп жаңа айтамыз ғой. Аққан жұлдыздай болып өзі қысқа ғұмырында барлық нәрсені жазып кетуге тырысты. Тағы да басқа бізде мысалы осы хаттарына тоқталып өтейін. Хаттары жөнінде айтар болсақ, бізде сақталған өте көп хаттары бар. Досы Потанинге жазған хаты, Достоевскийге жазған хаты, өзінің ұстазы болған Семенов Тяншанскиймен жазған хаттары бар. Одан бөлек әкесі Шыңғыстың ұлына жазған 2 хаты сақталған. Және де мына Қашқарияға сапары кезінде Мұсабай Тоқтабаев деген кісі сол сапарды бастап барған болатын. Сол кісімен жазған бір 6-7 шақты хаттары бізде сақтаулы. Бұл хаттарына енді мазмұнына қысқаша тоқталар болсам, әкесінің жазған хатында мысалы 1860 жылы қыркүйекте жазылған хаты бар бізде. Мынау мысалы өзінің әкесі Шыңғыстың ұлына жазған, Санкт-Петербургте оқыған жоқ, ол кісі ғылыммен айналысу үшін 1 жылдай ма Санкт-Петербургте жүрді. Ал інісі Мақыжан сол кездерде суретшілік оқуды жаңағы Петербургте оқып жатқан болатын. Сол 2 ұлына жазған хаты бізде сақталған. Мазмұнында бұл жерде енді әкелік балаға деген ақыл кеңесі, сағынышы. Шоқан август айында осы әкесіне хат жазған екен. Бұл кісі қыркүйек айында алып, соны оқып отыр екен. Бұл жерде Петербургда мақтаншылық етпей, ақылды болыңдар, ақшаны көп ысырап етпеңдер деген секілді өзінің әкелік ақылын айтады. Және де Мақыжанның бетінен сүйіп қой мен үшін деген секілді бір ыстық. Ініңе қамқор бол дейді ғой енді. Сондай мағынада жазылған хаты. Одан кейін Мұсабай Тоқтабаев деген кісі жөнінде айта кеттім ғой, сол кісінің хаты. Мысалы, ол хатта не баяндалады? Ол хатта, мысалы, Мұсабай Тоқтабаевтың Шоқанға жазған хаты. Бұл хатта не баяндалады? Мұсабай Тоқтабаев жаңа Қашқарияға сапарды басқарып келген кісі ғой. Қашқария сапарында ғой. Иә, Қашқария сапарында. Қашқария сапарына неліктен ол кезеңде енді Қашқарияны барлықтарыңыз білесіздер, ескі ұйғыр елінің мекені. Ол кезеңдерде орыс өкілінен Қашқарияға кіру өте қиын болады. Сондықтан осындай экспедиция құрып, біз қазақтармен, қырғыздармен Қашқар елінің байланысы жақсы болғандықтан осылай жіберілген болатын тапсырмамен. Тіпті бір деректерінде айтылады, Шоқан Қашқарияға баратын кезінде жаңағы шашын тақырлап алып, шапан киіп, атпен, лақап атпен кірген. Сол жақта енді не бір сауда-саттық, жаңағы тағы да басқа саясат мәселелерінен хабардар болып жүргеннен кейін, бұл кісілерді орыс елінен бір тыңшы жүр екен деген хабарды естігеннен кейін күдік туа бастайды. Содан кейін бұл кісілер енді кері қайтуға бет алады. Сол кезде жаңа Мұсабайдың Шоқанға жазып отырғанда хаты, Қоқан елінде бір қиыншылықтар болып, жаңағы болып жатқан көрінеді, сен тез бірден жиналып қайтуға бет ал. Қасындағы жаңағы Шоқан жалғыз емес қой, енді қасындағы кісілермен бірігіп қайтыңдар деген хатты жазады. Алшахардың Қоқан, Хиуа секілді үлкен. Сол Мұсабай өзі басқа қалада болғандықтан хат жолдап отырған кезі. Әйтпесе барлығы да бір жерге барып, бір мақсатта жүрген адамдар болған. Енді тағы да басқа достарына деген көптеген хаттар бізде ол сақтаулы әлі күнге дейін. Оны тарихшылар аударып, жаңағы кітап етіп те жасап жатыр. Әлі де біраз нәрсені қарастыруға болады. Және де біздің қолжазбаларда енді тағы құнды деректер, мен бүгін сіздерге әкеліп отырған жоқпын, бірақ Қашқарияға сапары, Ыстықкөлге сапары, содан кейін Жетісуға сапары,
Тағы да көптеген құжаттар, енді 100-ге жуық құжаттар бізде сақталып отыр әлі күнге. Тамаша, үлкен ол зор байлық қой, рухани байлық. Ол енді Шоқан өз өмірінде жүрген жолдарының бәрінен деректер беріп отырған, этнограф ретінде, суретші ретінде, фольклорлық қаншама дүниелерді халқына мұра етіп қалдырды. Бір басында жан жақты, 8 қырлы, бір сырлы, шынында аққан жұлдыз ғой енді. Осы міне қолжазбалары, өзінің жазуы, хаттарының бәрінде тарихи шындықтар жатыр. Бұның бәрі болашақта жан жақты зерттеліп, халқына толығымен қайтарылып, халқы осы бай мұрамен сусындайтын шығар деп ойлаймыз. Бұл Шоқан туралы енді әрине қазақ елі өзінің ұлы тұлғаларын зерттеу үстінде ғой. Бірақ та әлі де зерттелмей жатқан жақтарын айтқым келеді. Мысалы, Шоқан бірнеше тіл білген. Парсы, жаңағы араб, ағылшын тілінде білгендігі осы құжаттар арқылы біздің көзіміз жетеді. Мысалы, жаңағы Ыстықкөлге, Қашқарияға барған сапарларында әрбір жер су атауларының, әрбір салт дәстүр атауларының, әрбір киімінің атауының бәрінің де атауларын жазып, және де тек қана оның атауын жазып қоймаған, орысшасын, ағылшыншасын қасына тіркеп кетіп отырған. Өзі жазып отырған, ағылшынша да білген болып тұрған. Бұл кісі өте көп тіл білген деп айтылады. Сол осы бүткіл фольклорлық, мысалы, тіпті Қырғыз еліне барған жерінде Манасты жазып келді ғой. Сол Манасты жазып келгенде Қырғыз тіпті түп нұсқасын осы Шоқан сақтап қалды деп айтсақ болады, Қырғыз елінің үлкен жырының. Себебі ең ескі нұсқаларының бірі болып саналатыны осы Шоқан жазып алған нұсқалар екен. Демек, Қырғыз елінің, қазақ елінің барлық фольклорлық еңбектері, атауларының барлығын осы тілдік тұрғыдан талдап, текстологиялық талдау жүргізіп, әлде қарастыру керек екендігін мен өзім көзім жетіп отыр. Хаттары жөнінде тоқталайықшы тағы да. Енді тамаша орыстың зерттеуші үлкен ғалымдарымен хат жазысты. Мысалы, Потанин мен Достоевскиймен арасындағы достығының өзі, және Тянь-Шанскиймен хат жазысып отыр. Соның бәрінде өзінің ой пікірлерін өзімен деңгейлес, рухани деңгейлес адамдарға сырғып ашып айтып отырған Шоқан. Міне сол, өйткені соның ішінде талай тарихи оқиғалар кетуі мүмкін, деректері беріледі. Өзінің бүкіл сол хаттардың өзі сыр шертеді ғой. Хат дегеннің өзінде сол тарихи тұлғаның рухани болмысы суреттелінеді. Әрі тарихи дүние, әрі сол өзің ойлап отырсаң, деңгейлес адамдар Достоевскиймен хат жазысуы, Потанинмен сырлас хат жазысу, ой пікірін айту, бұл үлкен дүние, бұның бәрін үлкен мән беруіміз керек. Осы жөнінде тоқталыңызшы. Жаңа енді әкесімен және Мұсабай Тоқтабаевпен хатын айтып өттім ғой. Енді жаңағы достары Потанинмен, Достоевскиймен жазған хаттарына тоқталар болсақ, бұл хаттар көбінесе жиі жазылған кезеңдері өзі кейіннен ауылына келеді ғой, Көкшетау жаққа. Сол кездерде ауылға келгеннен кейін ауыл адамдарының өмірі, өзінің тіпті туған туысы, ата-анасымен де кейбір жағынан пікір сәйкестігі әртүрлі болып шығып жатқандығын өзі байқайды. Содан кейін осы тіпті кейбір хатында Достоевскийге жазып отырған: мен тіпті кейде сіздерді қатты сағынамын. Тіпті туысқандарымнан гөрі сіздер маған жақынырақ секілді көрінесіздер. Мен өзімнің ойымды бұл кісілерге жеткізе алмай кетемін. Жеткізейін деген кезімде мен күлкіге қалып жатқан сияқтымын деген сияқты бір сырын шерткісі келетін, адам іздейтін, өзінің ой өрісінің өте жоғары болғандығын баян етеді. Және де осы Потанинмен достық жөнінде көп айтылады. Осы Потаниннің ғылымға келуінің өзіне де осы Шоқанның әсері мол болды дейді. Кадет корпусында оқып жүрген кезеңдерде Шоқанның өзін жаңағы
ғылыми ортаға көрсетуі, білімділігі Потанинге шабыт беріп, содан кейінді Потанин болды деген пікірлер де бар. Ол тіпті дәлелденген. Және де өзінің ұстазы болған Семен Тянь-Шанскийге жазып отырған бұл хаттарды жаңа 58, 59, 60 жылдары, 62 жылдары жазып отырған. Және де тағы бір айта кететін мәселе, бізде біз латын әліпбиіне көштік қой, төтеден кейін. Сол кездерде 50-ші жылдары бізге тыйым салынды. Жаңағы барлық кітаптар латын әріпбиінде шығу керек болды. Сол кезеңдерде осы біздің кітапханада сақталған төте жазумен 50-ші жылдарда шыққан кітаптар бар. Соның ішінде осы Шоқан Уәлихановтың жинағы бар екен, және де Абай Құнанбаевтың ірі классиктеріміздікін ғана сонда басып шығарып отырған, ештеңеге қарамастан. Бұның өзі үлкен, Шоқанның үлкен еңбек сіңірген ұлы классиктердің қатарына кіргендігін айтуымызға болады. Және де жаңа хаттарында сырын жазып, бір ауылдағы шаманизмнің, ауылдағы тұрмыс тіршіліктің бір қалыпта сол күйі қалып қойып Шоқанның өсіп кеткендігін айттым ғой. Сол осы мәселе халқы үшін мұңданады ғой енді. Неге деңгейі төмен көтерілсе екен, осыларға бір білімді болса екен, рухани деңгей жоғары болса екен дейді ғой. Өзі Шоқан Уәлиханов жаңағы 60-шы жылдар мекен сұлтандыққа түседі ғой. Сол кезеңдерде де жаңағы ренші, сол секілді көптеген нәрселері осы Абаймен ұқсас деп айтуға болады. Жаңағы жалғызсырау мәселесі, бір ауылдағы бір надандыққа күрсіну мәселесі деген сияқты нәрселер осы Шоқанның достарына жазған хаттарынан байқауға болады. Сырласып отырады ғой енді олар. Ішіндегісін бәрін осы хатқа түсіріп отырған, әрбір хатында өзінің бір құпиясын. Тіпті бір хатында жазып отыр екен, Потанинге жазған хатында болу керек. Қазір мен келе жатырмын, жолда қасыма бір адамды ертіп жіберген. Осы адамды ертіп аныма мен қазір өкініп отырмын. Қазір осы адамды тіпті көргім келмейді, ызам келіп отыр деп жазады. Мен қайда барсам сонда барады. Бір құйыршық құсап артымнан қалмады. Ал мен бұған ештеңе айтқым келмейді деген сияқты өзінің бір сол сәттегі хатымды қысқа жазсам кешірерсің, мен қазір осындай бір халде отырмын, тіпті жазуға да ниетім жоқ деген сияқты бір хаты бар. Сондай нәрселерді көрген кезде кейде бір осы Шоқанның қасына арнайы бір адамдарды қойып қойған ба деген ой келеді. Мүмкін осы шынымен де 29 жасында бұл кісі қалай ерте өмірден өтті, өте мықты текті ұрпақтың баласы деген секілді бір ойларда келеді екен. Шоқанның өліміне байланысты көптеген пікірлер бар. Ол жаңағы осындай жарқырап тұрған жұлдыз сияқты өте талантты, андай текті ұрпақтың өкілі қалай ол өлімге кетті, өмірі қиылды. Осыған тоқталыңызшы, әртүрлі сан түрлі пікір бар ғой енді. Шоқан өлімі туралы екі түрлі пікір бар. Әрине деректерге сүйенсек, бұл кісі жаман ауруға шалдығып, сонымен қайтыс болды дегенді баяндайды. Бірақ та кейінгі кезеңде осы Шоқанның өлімі қастандықпен бұл кісі енді жаңағы орыс география қоғамда қызмет етіп, жаңағы саясат, тыңшылықпен, барлаушылықпен айналысқаннан кейін, бүкіл құпияны біліп тұрғаннан кейін, мүмкін қастандық жасалды ма дегенде бір деректердің табылғандығын біз естиміз. Жазушы, біздің белгілі бір жазушымыз осы америкалық архивке барған кезінде 1975 жылы Шоқан Уәлиханов қайтыс болды деген қазанама құжатты тапқан деген бір деректерде айтылады. Және де осы Шоқанның кесенесі жөнінде де екі түрлі пікірлер айтады. Кесенесі, Алтын Емелдегі кесенесі, бұл жерде Шоқан жатқан жоқ деген бір
пікір бар. Бұған енді шындыққа жанасатын дәлелдер де бар секілді, себебі Шоқан қайтыс болған кезде бірден жаңағы Ресей елі өзінің жасағын дайындап, бір түннің ішінде сол мәйітті жерлегенін айтады. Және де сол мәйітті жерлегеннен кейін бір ай, 2 айдың көлемі екен, біраз уақыт жаңағы жасақ сол мазарды қоршап, ешкімді жолатпаған дегенде деректерді қазіргі таңда айтып жүр. Осы кеңестік кезеңде Қазақстан ғалымдары Мәскеуге хат жазған екен. Сол жаңағы мазардың несін тексеріп, қайта қарасақ деген. Оған түбегейлі Ресей үкіметі рұқсат етпеген. Соның өзінде де бір ар жағында зерттелуге тиісті, зерттелуді қажет ететін, бұл неге олай деген сұрақтар мысалы мазалайды. Ар жақта бір құпияның бары анық. Болашақ көрсетеді ғой барлығын. Болашақта зерттеліп, тың деректерге сүйеніп, ағын ақ деп айтатын уақыт келетін шығар деп ойлаймыз. Енді жалпы қазір енді тәуелсіздік кезінде осы Шоқанның зерттелуі дәрежесі қандай, қалай зерттеліп жатыр? Шоқан танушылар мысалы қандай жұмыстар жүргізіп жатыр деген. Шоқан жалпы шығармашылығы қай кезеңнен басталды зерттелуі? Ең алғашқы Шоқан шығармаларының жинағын Веселовский деген орыс ғалымы 1904 жылы кітап етіп шығарған болатын. Содан кейін жаңа жоғарыда айтып өттім, Қаныш Имантау Сәтбаевтың бастамасымен Әлкей Марғұлан 1961 жылдан 72 жыл аралығында үлкен көлемді 5 томдық Шоқанның шығармалар жинағын жарық көруіне үлесін қосты. Бірақ енді осы жерде Әлкей Марғұланның көп еңбегі сіңірді деп айтсақ болады. Бірақ та бұл кісі тек басшылықты қолға алып, негізгі хатын, негізгі қолжазбасын оқыған адамдар аталмай қалып жатады деп те айтады. Бұл жерде үлкен осы қолжазбаны оқыған Мариям деген апайымыз болған екен, осы төте жазуды, шығыс тілін білетін үлкен ғалым болған, сол кісінің еңбегі деп айтады. Кейінгі кезде бұл айтылып жүр. Ал енді үлкен жауапкершілікті алғаннан кейін көбінесе Әлкей Марғұланды айтып кетеді. Одан кейінгі Шоқан туралы негізі 3 рет басылды ғой. Екіншісі жаңағы Марғұланнан кейін қазақшаға тұңғыш аударған бұл 175 жылдық мерейтойына орай тарихшылар 6 томдық шығармалар жинағын аударып шығарды. Бұнда барлық хаттары енгізілді, барлық еңбектері енгізілді деуге де болмайды. Қалып қалған тұстары да болғанын айту керек. Бүгін біздің студиямызға келіп, Шоқанның бай мұрасын алып келгеніңізге мың алғыс айтамыз. Әсіресе сол өздеріңіз қызмет жасайтын сирек кітаптар мен қолжазбалар қорына, жалпы сол кітапханадағы бай мұраны көздерінің қарашығындай сақтап отырған қызметкерлеріңізге мың алғыс. Құрметті көрермендер, осымен тұлғалар тағылымы хабарын аяқтаймыз. Сау, сәлемат болыңыздар.